Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге тікелей матаның өзіне өте жеңіл оңай түрінде салуды үйретемін. Мұқият соңына шейін қарап үйреніңіздер. Мендегі барлық сабақтарда формула, конспекті жоқ. Тікелей матаға салып үйретіп жатырмын. Оның алдындағы видеоларға сіздерге қағазға шалбарды қалай салуын көрсеткенмін. Егер оны көрсеңіздер, көріп, одан бақылап отырсаңыздар, онда қазір матаға салатын шалбарымыз өте жеңіл түрінде салынады. Мінекей, қазір ары қарай қалай пішуін көріңіздер. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар. Келесі түсірімді жібермей үшін, келесі түсірілімде мен осы шалбардың оңай жеңіл қалай тігілуін көрсетемін. Бұл шалбар резинка сала саламыз. Замок ешнәрсесі жоқ, бірақ қалтасын көрсетем сіздерге. И резинка беліне резинканы қалай салуын көрсетем. Мінекей, және де туған туыс бауырларыңызға да тарқата жүріңіздер. Олар да көріп, өзіне, бала шағасына тігіп үйреніп алсын. Подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар, келесі түсірімді жібермеу үшін. Және де қыздар айтайын дегенім, менде жекеме оқитын сабағымыз бар. Ол сабағымыз өте жеңіл, формуласыз, конспектісіз, бір айдың ішінде сіз үйреніп шығасыз. Мен оған кепілдік бере аламын. Біздің алғашқы сабағымыз тегін, ол тегін сабаққа келіп қатысуыңызға болады. Сол тегін сабақта сіз бір киімді 2 сағаттың ішінде оп-оңай жеп-жеңіл піше алатын боласыз. Мінекей, келем дегендерге есігіміз ашық. Мен Астана қаласы Дүкенұлы 21-ші үйде тұрамын. Мені қыздар, ары қарай жалғастырайық. Пішуімізді соңына шейін мұқият көріңіздер. Комментарияға жазыңыздар. Мені қыздар, мен классикалық шалбар пішейін деп жатырмын. Шалбарымның ұзындығы 92 сантиметр. Мені бұлай қоям да. Мені шалбарым ұзындығы 92 сантиметр. Қайтаруына өздеріңіз қоса бересіздер. 1-2 сантиметр қоссаңыздар жетеді. Енді бізге бөксемізді аламыз мына жерден. Ол бөксемізді менің бөксем 52 сантиметр болған. Мені 52-ні алдым. Бүйтіп бүктеп алып, бұлай қойып аламыз. Мінекей 52 сантиметрді бөліп, осылай қойып алдым. Мына жаққа да солай қойып аламыз, мінекей. И мына жаққа да сондай квадрат салуға белгілеп аламыз. Міне мен бұлай да алып алдым 52 сантиметрімді. Енді біз осы аралықты линейкамен қосамыз. Мінекей осы аралықты линейкамен қосып аламыз. Мына қосып алды. Мына кромкасы бізге керек емес. Мінекей көрсеңіздер, бұлай да 52 бөліп салдым. 52-ні бұлай да бөліп шаршы болды. Енді біз осы жерден бұлай сызып аламыз да, осы жерге 5 сантиметр саламыз. Міне біз осы жерге 5 сантиметрімізді салып аламыз. Міне салып алды. Мына бұрыштан 3 сантиметр салып алып, белгілейсіздер да, мына жерден бір 10 сантиметр алып, бұлай қоса саласыз. Міне шалбарымыздың кеудесі шықты. Енді біз мына 5-ті өшірге қойып, осылай, мына бізге шеті керек емес, мен әтеге тастап кеттім, сызбадым, ішіне сызық болады деп. Бүйтіп белгілеп аламыз, міне. Бұл біздің шалбардың қақ ортасын таптық. Стрелка дейді, шалбарды үтіктегенде осындай қыр салыну керек. Ол қырды үстіп бөліп алып саламыз біз. Мінекей, бұны салып болдым. Енді бұның бәрін линейкамен қосып шығамыз. Мінекей, бұлай линейкамен түзу қылып қосып аламыз. Міне қосып алдым.
Енді мен мына балағымды 18 сантиметр кеңдікте қылмақшымын. 18 сантиметрді былай бүктеп, осы жерге саламын. Мына осылай. И былай ашып, белгілеп алам. Міне жерден 18-ді белгіледім. Былай белгілеп алдым. Мінекей көрсеңіз 18-ді бөліп салдым. Сонда бұяғы 9, бұяғы 9 болды. Осылай белгілеп алғаннан кейін біз бұны мына тігістермен қосып шығамыз. Сызған сызбамыз бар, міне. Осыны осылай қосып алам. Мінекей. Бұлай сызып қосып аламын. И мына жағында солай қосып аламын. 18-ме, мына бөксе тұстан. Мінекей осылай оп-оңай бізде шыға келді. Мұқият қарасаңыздар, өте жеңіл тігіс. Егер сіздер мынандай саныңыздың қасын кішірейтем десеңіз, онда ішіне қарай 1 сантиметрдей алып тастауларыңызға болады. Міне осылай. Тере-тере сызықпен көрсетіп тұрмын. 1 сантиметрден алсаңыздар болады. Міне, балағы сол 18 күйінше қалып тұрады. Мінекей көріп алдыңыздар, 1 сантиметр бері қарай ішіне алдым. Тек мынаяқтан тақамайсыз, мынаяққа неғымайсыз сол. И мынаяқта солай қылып алып аласыздар. Енді бізге қалтаны салуымыз керек. Қалта салу үшін, мына шеттен біз 5 сантиметрді алып аламыз. Міне жерден 5-ті алдым. Енді бұлай қолды салатын жеріміз бізде 13 сантиметр болады. Мінекей бұлай 13-ті алып алдым. Енді біз мына 5-ке бұны қосамыз дейді. Міне қосты. Бұл жерде біздің қалтам қолымыз бұлай кіріп тұру керек. Мінекей осылай біз қазір бұны қырқып аламыз. Мінекей мен осылай қырқып алдым. Жаңа қысқартқан сызықпаны. Мелді өзінде қалдырып отырамын, кішкентай көрініп тұрған жақсы. Мен резинка салам. А егер замок анауына салатын болсаңыздар, онда мына жерден бұлай қалдырып отырасыздар. Маған ол керек емес. Мінекей осы 7 сантиметрден егер замок салатын болса, осылай қалдырасыздар. А маған резинка сала салам. Сол үшін мен осылай пішіп отырмын. Мінекей оны алып тастаймын. Бұл өте жеңіл, оңай тігіледі. Міне алдық. Енді біз мына қалтамыздың ойындысын кесіп тастаймыз. Мен кесіп баратала тастамайым. Бүйтіп қойып қойдым. Міне бар болғаны осы. Осылай алдым пішіп аласыздар. Міне біз осы қалған кусогымыздан қазір осы жерге біз алдын саламыз. Міне бүйтіп. Алдыңғы пішкенімізді сабаламыз осы жерге. Міне осылай сабалдым. Мінекей осылай сабалдым. Бірақ қыздар, мен осы тізесін көрсетпеппін қалай пішуін. Тізені салу үшін осы екі орталықты бөле саламыз. Міне бұлай. Тізесін табу үшін мен осылай қойып, міне белгілеп мен сызып алдым. Өйткені қазір бізге осы жер керек болады. Мінекей енді бастаймыз. Прям осы жерден біз өте жеңіл түрінде осының үстінен саламыз. Мына жерден 1,5 сантиметр. Мынадан да 1,5, мынерден де 1,5 сантиметр, мынадан да 1,5 сантиметр. И және мына тұстан да біз 1,5 сантиметрді алып аламыз. Мінекей мен бүйтіп 1,5-1,5-нан алып алдым. Енді осы 1,5-дарымызды біз қосамыз линейкаманы. Міне бұлай қосып алдым. Мына жақта солай қосып аламын.
және мына 1,5-ға қосып аламын. Мінекей 1,5-дарды қосып шықтым. Енді мына жерді, осы жерді және 5 сантиметр алып аламыз. Мінекей 5-іміз мына сызықтан түзу сызып аламыз. Мінекей 5. Осы 5-ті мына 1,5-ға қосамыз. Міне мен түзу қосып алдым. Бірақ біздікі мына сәл ішке қарай кіріңкіреп алуға болады. Мінекей. Мына неге тура келу керек. Енді ары қарай көрдіңіз ба, міне жер 5 сантиметр болды. Мінекей 5 бұл ара қашықтық. Енді мына жоғар жағынан бастаймыз. Мінекей мына жерден былай қарай бізде 6 сантиметр болады. Мінекей 6 сантиметр өлшеп тұр. Мінекей осы қашықтық 6 сантиметр. Осыдан біз жоғары көтереміз. Бұл жерді біз 4 сантиметр аламыз. Міне 4-ті алдық. Міне көрсеңіз. Осы жер 4 болып тұр. Енді осы аралықты қосып аламыз. Біз айтқанымыз мері бір 10 или 7 сантиметр. Мінекей мен 8 сантиметр ағамын. Міне бұлай қосып алдым. Осы 8 сантиметрге шейін. Енді біз мынаны ашып, мына 4-ке бұны қосамыз. Мына 7 сантиметр белгілегеніміз. Мінекей қосып алғанда осылай біздің неміз шықты. Енді бұны қайттан қойып қоямыз. Мына жақтан және 5 сантиметр аламын. Мінекей тура мына сызықты былай қойып алу керек біз. Мінекей қыздар, мына жерден де біз 5 сантиметр аламыз. Міне 5-ті қойып қойдым. Міне бетіп өлшеп алдым 5-те. Мінекей. Енді осы 5-ті мына 5-ке қосып шығамыз. Міне былай. Міне қосып алдым. Енді бізге қарап тұрсаңыз, мына 4 қалды. 4 сыртта қап тұр. Осы 4-ті біз мынаған қосамыз былай. Міне. Осылай қосып алдық. Мына жеріміз біздің 4 болған. Енді былай бетіп мыналарды алып тастап қарайтын болса. Мінекей осындай сызба шықты. Енді біз осы сызбаны кесіп аламыз. Қыздар, сіздерге ұнады деп ойлаймын. Тікелей мен матаға салып көрсеттім. Алдыңғы видеоларымда мен оны қағазға қалай салуын түсіргенмін толыққанды. Мінекей қыздар, енді мен матаға салып көрсетіп отырмын. Матаға да өте жеңіл. Матаны қалай бүктейді, қалай төсейді, бәрін көріп алдыңыздар. Енді қыздар, сіздерге ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар. Келесі түсірілімде мен осы пішілген шалбардың қалай тігілулерін көрсетемін. Әрі туған туыс бауырларыңызға да тарқата жүріңіздер менің YouTube каналымда. Келесі түсірілімде кездескенше сау болыңыздар. Мен сіздерді күтемін.